Қайырлы таң всем. Маған уборка жасау керек бүгін. Жуылған киімдерді ілу керек, стирка жасау керек. Сондай. Нұрекең чай ішіп алып, офисқа кетейін деп тұр. Мен офисқа сағат 3-терге барамын. Бутербродтар, тунецпен. Кешегі палау бар ғой, соның етін берсең жейді. Жан, офисқа кетіп барқанда қант әкеп беріп кетесің бе? Үйдің алдынан алып тастап кетсеңші. Окей. Папа бізге агуш әкеп берді и қант әкеп берді 2 килограмм, я? Отырып шай ішіп алайын бірінші. Бүйтіп, нәрсені қарап отырып. Идеально болды. Қаназдар, мынандай ыдысқа салдым и ровно болып тұр ғой. Іші пустой болған. Енді күшті болып тұр. Офисқа жұмыстармен шығатын кезде Омар ұйықтап қалған ғой. И осылай қолымда тұр. Омардың ұйқысы прям қатты болған. Таксиге дейін көтеріп алып келдім. Все, енді офисқа бара жатырмыз. Прям ұйқысы қатты, көтергенде бір оянған жоқ. Главное, сумкама аяқ киімін салып алдым. Сен осы қатты болса, сен бұны сыйласын деп, біз керексіз тапты. Біздер барғандарымыз сол болды. Одан кейін ол екінші этапта қызайтты. Осы заттардың барлығын алып жатырмын. Еще вафли, печенье, тағы заттар алайын деп тұрмын. Еще фанта аламын 2 литр и буратино аламын. Осының барлығы менің қыздарыма, ұлдарыма офисқа алып барамын. Пакеттерді барлығы дейді, и тағы да қосымша алдым. Мен сияқты бастық кімде бар? Менің командамда бар. Так что солай. Менің командамдағы адамдарға подойды ғой. Осындай стол дайындайын деп жаттық. Қазір мына жақтарын бәрін алып тастасақ, қыздар шай алып келсе и все. Біздің сервировкамыз қалай? Одноразовый тарелкамен, одноразовый ложкалармен жасалған сервировка. Ұйқысынан тұрды батыр. Тұра салып, тәтті жеп жатыр. Абы шай ішіп жатыр. Мұнда біз бокстарды жинап жатырмыз. Клиенттерге кететін бокстар. Осылай әдеміреп жинап жатыр. Мұнда неше түрлі заттар бар. Бұл біздің супергенчик шопта сатылатын заттар. Ал мынау менің обучениемде өтетін қыздарға берілетін сыйлықтар. Бұл жерде арнайы өзімнің атынан осындай сертификат беріледі. Потом ішінде миксер, осындай заттар беріледі. Бұл бокстар бөлек. И мына бокстар бұлар сатылған бокстар. То есть бұлар бөлек. Бұл жерде бәрі заттар толығымен. Короче, біз қазір бассейнге бара жатырмыз. Қасында полиция бар. Омар бар. Омар мен Нұрекең дальше тамақтанатын жерге кетеді. Ал мен бассейнда қаламын. Мен дауысым естіп тұрмын өзі. Телефоным алысып тұрмын жұрттың бәрінде. Машина өтіп шумып кетті ғой как раз. Сол бассейнге барамыз, көреміз бүгін. Жазамыз ба, қандай пакеттер бар, бізге қайсы выгодно болады, соны қарап көретін боламыз. Кстати, маған оқырман осындай сыйлық әкеп берді. Осындай конфет әкеп берді. Омар да жерін жыртып тастады. И чокопай әкеп берді. Тоже Омар ашып алды уже қолында. Вот, келдік, қазір ішіне өтіп көреміз. Флагмандаған жібек. О? Жоқ көрем. Тамақтанып алып дворға келдік. Омар дворға кірген бойдан жүгіріп ойнауға кетіп қалды, так что Омар ойнап жүр. Қазірге кіреміз. Давай. Айнап көреді қазір. Қазір шыстым кір болған. Үйге келген бойдан сразу ваннаға кіріп Омар жуындырайын деп жатырмын. Қарасаңыздаршы. Мен бәрін шоколад қойған ғой. Үсті басын бәрі шоколад. Офиста шоколад әкеп берген қыздар, сонымен шоколад жеген и все.
ванилиясына жатқыздым. Şimdi стиркаға кір қосатын шығармын. Киімдерді салдым. Қатты кір киімдер болса осы 90 градуспен прям ақ киімде қатты пятна ғой, сол үшін 90 градус. Достар, бассейн туралы айтатын болсам, баратын болып шештік. Мен өзіме осындай костюмчик алдым. На получается кофта и лосинасымен осындай. Ну, екеуі отдельно, осылай жеке-жеке алуға тура келді. Менде буркини болған, бірақ буркини ол мына жерден түсіп тұрады ғой, сондықтан ыңғайсыз. Ал мынау ыңғайлы болады. Шорты еще қысқалау. Ну, то есть тізеден төмен түседі. И осындай шапочка алдым. Бұл бассейнда ешқандай ер адамдар кірмейді. Тек қана әйелдерге арналған бассейн, сондықтан смело жүре беруге болады. Осындай киім алдым. Ертең, получается, анализ тапсыруға барамын, сол жаққа қатынады. Ну, то есть, каждый бассейнға баратын адам анализ тапсыру керек. Тер ауруы жоқ па, ешқандай жұқпалы аурулар жоқ па, соны тексеру үшін. Сол үшін ертең таңертең анализ тапсырамын. И креативный видео түсіру керек, соны түсіремін, анализ тапсырамыз. Қасымда көмекшім екеуміз бірге баратын болдық. И все, Алла қаласа, средадан бастап алғашқы жүзудің сабақтарын ала бастаймын. Ал енді мен алған затымды орнына қойып, уборка жасап, үйлерді реттеп жатуым керек. Өйткені таңертең ерте тұрамын, таңертең менде съемка. Всем қайырлы түн. Всем қайырлы түн. Аллахтың тыныштығын берсін. Мен қазір пост жазып біттім. Кстати, менің инстаграмыма подписываться етіп қойыңыздар. Менде 2 инста парақша. Қазір что осы жерге қалдырам парақшаларды. Всем қайырлы түн. Баршаңызды жақсы көрем. Жылы лебіздеріңізге, комментарийларыңызға рахмет. I love you. Қайырлы түн баршаңызға. Аллахтың тыныштығын берсін.